Әділет санат ұлымен қуанасың күлесің, әділет санат ұлымен көңілді боп жүресің. Әділет санат ұлымен қуанасың күлесің, әділет санат ұлымен көңілді боп жүресің ғой бауырым. Ассалаумағалейкум достар, күндізгі студия жобасы. Мен есім Әділет Санатұлы және бір түрлі ойындар ғылым докторы Бека Түркістан. Шоуымызды не істейміз? Не істейміз? Мен білмеймін, істеу керекпін. Бастаймыз. Шоуымызды адамның көкейін мазалайтын сұрақтармен бастайық. Неге карате до бар, ал карате после жоқ? Неге инстаграмдағы маскаға ренжімейміз, ал өмірдегі маска ренжиміз? Неге машиналарда дворник болады, ал дворниктарда машина болмайды? Неге сауда орталықтарында аналар үйі болады, мыналар үйі болмайды? Неге мектепте дециметрді өтеміз, ал өмірде дециметрді пайдаланбаймыз? Дәл осы сұрақтардың жауабын комментарийда бөлсек, күндізгі студия работаем. Бүгінгі біздің қонағымыз Нысана театры Дәнекер Оразбай. Адамда жылды қолғы. Тәкешім қалайсыз? Күндізгі студия жобасы. Мен есім Әділет. Тамаша, тамаша. Күндізгі студияға ақшамыз жетпей жатыр покашы. Енді дәке, бірінші сұрақ. Әділет деген дұрыс па, әділдік деген дұрыс па? Енді әділет деген және әділдік тағынан дұрыс қой деймін. Уақытында өмірге келгенде 20. Дәнекер деген, енді орысша аударғанда сварка деген мағынаны білдіреді. Енді сізге сұрақ, зрениеңіз не үшін слабый деп. Ана жақтан әкеліп берсең. Туғаннан ба осындай? Табиғи. Менікі де туғаннан. Бізді негізі көбісі Дәкен екеумізді өмірде ұқсатып атады, аға аласың. Өткенде мен кетіп бартқанда маған әділет, әділет деп, мен әділет емеспін деймін де. Әділет қойсай, тараздан, қой, мен әділет емеспін деп зорға оқытып. Өткенде көшеде әділетке дәнекер аға. Сөйтті ма? Бұл да мен өскен дамығанның белгісі деп білемін. Мен дәке кейде ойланам да, кейде ойланбаймын. Нысана театры қайта орала ма? Енді өте дөп қойылған сұрақ. Бұл енді жалпы өмір ғой. Өмір деген оңай дүние емес. Бұл өмірге адам болып келгеннен кейін адам болып өмір сүру керек та. Қандай жағдай болмасын, жақсы өмір сүруің, оның бәрі сен өзіңе байланысты да. Алла тағала бәрімізге өмір бергенмен бізге таңдауды берді да. Сен жақсы жол таңдауың да мүмкін, нашар жол таңдауың да мүмкін. Сол жақсы жолмен келе жатырмын деп ойлаймын, енді орта тұрған ештеңе жоқ шығар, енді тағдыр ғой, адам өз тағдырын өзі жасайды. Болашақта не болады көреміз енді, Құдай қаласа бәрі Алланың қолында ғой. Келесі сұрақтан да мен қойын. Мен қойғанда бізде әлеуметтік желілері бар, Дәнекер аға. Келесі сұрақ ВКонтакте әлеуметтік желісінен келіпті. Түркістан облысы Сауран ауданы Шобанақ ауыл округіне қарасты Шорнақ ауылы жастарынан құралған Жауғазым би ансамблінен. Сұрақ, біз қай тосттан кейін шығамыз депті. Қай күн келген сұрақ бұл? Кешегі тойда емес па? Бұл 2021 жыл қойған екен ғой сізге ВКонтактеге оқымапсыз. Мен, ол кезде, Оғыздар әлі күтіп отыр дейді тойханада. Мүмкін. Қайтсын деп жасаңыз. 2000 жетеді. Мынау біз Дәкен екеуміз бір жерлерде көп жүріп қаламыз да. Сол кезде бізден ағалы інілісіңдер ма, анау мынау дейді. Біз қазір бір күшті жауап тауып алдық, бөлеміз деп қоямыз да. Бірақ негізі ұқсаймыз ба Дәнекер екеуміз? Дәнекер деп атым да, негізі жасың кіші ғой. Сен ашқиын ғой? Ашкиім дастанайын деп алып кетті. Мен жаман ашки ұмыт жақпын ғой. Енді Дәке анандай да, адамда енді жақсы қасиет болады, жаман қасиет болады, бағана айтып жатсыз ғой. Енді өзіңіздің 37 жаман қасиетіңіз. Бірінші үшеуін білемін десең, оны айтам. 37 жаман қасиетіңіз? Үшеу. Санап атсам етіп. Менде одан да көп қой, бірақ енді оны санап эфирдің уақытын алмайды деп отырмын. Мен өзім санаған 37 болды да деп жаман қыз. Енді сырт көзге қатты көрінеді ғой. Жоқ, өте ақкөңіл жансыз негізі. Жаман үш қасиеттен менде өте ақкөңілмін.
ол ақ көңілділік мүмкін бір жақсы қасиетке жататын шығар, бірақ өте ақ көңіл болған ол жаман болып кетеді. Даникер аға 15 мың теңге беріңізші. Қоя тұрса екінші ақ көңіл, екінші қасиет, жаман қасиетімді айтайын да, қайғы деп. Екінші жаман қасиетім ақша бермеймін ешкімге десең. Иә, екінші қасиетім ешкімге ақша бермеймін, ешкімнен ақша сұрамаймын. Үшінші жаман қасиетім сендер сияқтылармен адам таңдамай араласа беретін меніңше, әйтеуір кім көрінгенмен араласа беретін ба ол. Үш жаман қасиетіңізді қоссақ негізі комбо бір жаман қасиет. Жалпы. Мыналармен амансыз араласып кетіп, амандасқандармен араласа беретін. Сосын араласпай-ақ қояйық деп те айта алмайды екенсің бар ғой, бауыр басып боласың ба? Дәкеннің нөмірі ақ көңіл ғой. Ана ресторанға тойға барса, Дәкеннің нөмірін сол ресторанның официант, уборщицалардан кейін алып алады. Кеңсесінде хабарласады, ақ көңіл ғой, ана ұйқысынан оятып, не істеп жатырсың, Дәке деп ше. Өткенде бір жерде отырдық. 92-ші жылы бала. Даникер деп қоймайды да, енді Дәкен ақ көңіл. Таразда. Шымкентте. Шымкентте ма? Мен Түркістаннанмын. Сіз қай жерде туғандарыңызды айтып жатырсыздар ма? Анау негізі біз Дәкен екеуміз. Әрқайсыңыз туған жерлеріңізді айтып отыр ма деп. Жолдың астында районда деп отырған ғой үшін. Қоя тұр бұған. Мен үйді жағаласа бермеуім керек па? Нағашым ғой, мама ғой, қоймай әкеп қойған. Бұл меніңше пауза болған кезде сөйлеу керек ау бұл. Бұл сен ойын ойнататын кезде сөйлемейсің. Біз Дәкен екеуміз, короче, бір Қашан кафеге. Январдың жетісі. Дәкен екеуміз бір кафеге бір сценарийді ақылдасамыз деп барамыз. Енді бір кісі Дәкен таниды да амандасады. Анау деп Дәкен амандасады. Сосын ана кісі келеді біз жаққа. Енді келіп отқан соң үндемейміз. Енді өз заказ беріп, бізбен бірге отыр әңгімесін айтты. Біздің әңгімеміз далада қалды. Марат Достаевпен араласқан міндет қылды да. Сүйретін бүкіл галереясын көріп шықты. Ананы көрсетеді, мананы көрсетеді, Дәкен дейді. Не істейін сен Марат Достаевпен араластырмай қойайын ба деп қойды. Сөйтіп анау бүйтеді, 92-ші жыл бала. Даникер сен деді да. Сосын мен айттым, сен Дәкеннің қай жылғы екенін білесің ба десем. 91 шығар деп қояды. Жаман жас көрінеді. 91 деп. Иә. Сол кезде сен де араласып кеттің ғой, анаған ерексейін деп тұр ғой. Уже мен шаршап кеттім, Дәкенге тиісіп жатыр ғой. Кім бауырым, қойшы, біз өзіміз не істеп жатырық. Егер бізбен сөйлескің келсе, басқа күні бір дастархан жайып шақыр, келіп сені тыңдайық әңгімеңді. Не деп жатсың abi? Почтадан сұрақ келіпті, Mail.ru-дан. Не дейді? Әуенді сұрақ жіберіпті. Болмас екен қадірлім, сезіміме таласың, емдейтін сен деп жүрсем, жүрегімнің жарасын. Аякөз қайда барасың? Аякөз қайда бара жатыр? Деген сұрақ. Байға бара жатыр десе. Байға бара жатыр. Б. Тойға бара. Судан сайға бара жатыр. Д. Жарайды. Тойға бара жатыр. Және Е. Папалям. Синий трактор едет к нам. У него в прицепе кто песенку поет. Өзіңіз енді жауап бересіз. Аягөз. Дәке оған қатты мән берме. Бұған жауап бермей. Сізде қазір Инстаграмда қанша подписчик? Қазір Аллаға шүкір 100 мың болды кеше. 100 мыңнан асып жатыр, е? Асып жатыр. Мына бағдарлама шыққанша, үй бағдарламадан кейін көп адам тіркеледі деп ойлаймын деп. Бір дамып кеткен бағдарлама. Теріс қарай кетпесе. Сол кезде Дәке. Мені қай камера түсіріп жатыр? Міне сіз. Құдай, пожалуйста, осы бағдарламаны күндізгі студияны көріп, сол жерде мен парақшам жазылса, маған тіркеліңіздер. Иә, міндетті түрде Даникер Оразбай тіркеліңіздер. Сол кезде мысалға бізден енді өтініш сізді шақырып, құрметтеп жатырық қой. Инстаграмыңызға бір сбор ашсаңыз, Бека Түркістанды емдеу керек. Басына МРТ-ге ақша түсіріп. Түркістанда күн өтіп кеткен болған, жел соғып күн өтіп кеткен. Әне. Саламатсыздар ма? Осыған қарасам күлкім келе береді. Енді бір сұрақ. Емді қоя беріңізші, маған бір су бөлінсе дейін, екеумізде су бар екен. Мен мына жерге Тотығыстың ұясына қойып. Мынаны алда үніңді өшіріп отыршы. Енді бір сұрақ. Мысалға Қайрат Нұртас Бақыт Алтаймен ән айтты, Сырым Исабаевпен ән айтты, сосын Дәулет Болашев деген менің досым бар еді, солармен ән айтты. Сөйтсе? Сол үш ән айтқан жігіт, Қайрат Нұртаспен ән айтқан жігіт, өнерден жоқ болып кетті. Енді сұрақ, Нысана театры қай кезде Қайрат Нұртаспен ән айтып жүрсіздер деген. Қоя ғой, мен ән айтқан жоқ. Біз Қайрат Нұртаспен ән айтқанбыз, бірақ ол Қайрат Нұртаспен ән айтпағанбыз біз. Сол Нысана театры қайта орала ма? Мен жаңа жауап бергім келмегенін сен байқамадың ау деймін, е? Мен естімей қалды екен деп ойладым, или басқаша түсіндім. Менің көзім нашар көретін жар, құлағым Аллаға шүкір нормально естеді. Алла бір жағын бермесе бір жағын береді, құлағым Құдайға шүкір.
жақсы естимін. Егер әділеттің ондай несіне мән бермеңіз, ол сондай байқаусыз қойып қалады да сұрақтар. Адамның көңіліне тиетін сұрақтар деген нәрсені бүйтіп саралап есептемейді, ұят қалды демейді. Сол үшін оған мән бермеңіз. Ақ жарқын, ақ көңіл жігіт қой, сол үшін осылай қойып қалады. Мен өзім сұрақ қояйыншы, сіз сол Мәди ағамызбен, Абай Аязбаев ағамызбен, Мақсат ағамызбен, Нұрбол ағамыз бар. Жарас. Тізбей театрдың Сана театрымен, Сана театрымен. Ералаш деп. Кезінде ойнап еді ғой. Әбунәсір ағамыз бастаған. Мақсат ойнап шығып кетіп еді ғой бір 3 жылдан кейін. Сосын Сана театрымен ары қарай концерт жалғастыру ойда бар ма? Мен не қоймадың осының сұрағына бір жауап беріңіз. Ырза Рахмет. Рухани Қабыл болады, мен сұрағына жауап берсеңіз. Рухани Астанадан келіп жатыр. Иә, биыл Құдай қаласа жиналдық, көктемге үлгерсек, Құдай қаласа көктемде көрермендердің жаңа нысанамен біз оралдық атты кешімізге, Құдай қаласа. Мен қоя салым көреді ол. Көктемде. Құдай қаласа. Күзде қалып кетуі мүмкін, бірақ көктемге жоспарлап жатырмыз. Давайте онда бүйтейік, құрметті көрермендер, егер Нысана театрын сағынғандар болса, мен өзім қатты сағындым. Нысана театрын қайта оралғанын күткілеріңіз келсе, дәл осы күндізгі студия, Даникер Оразбай мен күндізгі студия YouTube'тан 10.000 лайк жинаса, біз Бека екеуміз Нысана театрының бір концертін ұйымдастырамыз. 10.000 лайк жинаса. Немесе комментарийға орал деп жазыңыздар. Иә, Нысана қайта орал деген Гүлназ десеңіздер де болады. 200 емес, 500 комментарий, Нысана қайта оралсын деген 500 комментарий болса, или 10.000 лайк болса, біз Нысана театрының қайта оралуына барынша атсалысамыз. Қаралым ше? Қаралым қанша қылсақ болады? Енді оны сіз айтыңыз. Жоқ, енді ол канал сендер білесіңдер. Канал біздікі тариф сендерден болу керек. Жоқ, біз енді мен 1 миллион болса деймін ал. Онда сендер біздің Нысананың концертін өмір бойы ұйымдастырып кететін жерсің. 1 миллионға жететін кезде удалить етіп тастаңызшы. Жоқ, 1 миллион болса тіпті керемет біз. Құдай қаласа. Одан сайын. Сол күнге жетейік. Шешіну керек болды ғой. Қайып жасап болса. Елі. Ары жалғастырайық, тағы да сұрақтарымыз бар. Әлеуметтік желіден келіп отыр. Келесі сұрақ друг вокруг әлеуметтік желісінен келіпті. Түркістан облысы Сарыағаш ауданы Жылға ауыл округіне қарасты Көктерек кентінен Нұрлан Даникер ұлынан келіп сұрақ. Папа, соңғы рет ауылға 15 жыл бұрын гастрольмен келіпсіздер. Енді қашан келесіздер? Маған тағы да бауырлар керек деді. Суреті жоқ па? Суреті. Үйдегі суреті бар екен, УЗИ-дағы суреттер бар екен. Очкиді қалай УЗИ-де киіп түскен? Балам, барамыз, жолғамыз, балапаным, Құдай қаласа, мен де сағындым. Мен мына жерде ең біріншісін оқыдым, да осындай сообщениелер бар. Папа, дәу папа дегендер. Папашым, папаның досы. Кезінде өзді шаштық қой, бұлай да, қағып алай. Осыған әдем болып тисе терекке тиілмесе. Бұл туралы бізде арнайы бейне материалда бар. Экранға назар аударыңыз. Бірінші қабатта жүріңіз. Біздің Жаңақорған құрамасымен Жайдархан ойында, финалды ойынға Мақсат ағамызбен осы Даникер ағамыз үлкен 2 миллиард % көмегін тигізіп 5-ші орын алған. 5-ші орын алуыңызға үлкен көмегін көрсетті. Соған өте қатты қуандым. Даникер аға сол кезде маған бір ауыз сөзі. Тек қана жолдарын ғана көтеріп тұрмыз ғой, гонорар деген әңгіме болған жоқ. Бір артық басқа бір жерде жатайық, гостиница бізге рексіз керек деген жоқ. Бір ғана ауыз айтты, Бека сен үшін келдім деді. Жоқ, мен ол ойынды білем ғой, аха. Дәкен ол. Мен рахмет айтамын. Ол ойынды білем ғой, ол ойында негізі Дина Төлепберген де болу керек, Бека? Дина Төлепберген келді. Келді, сәл самолет кешіп қалды. Соңғы ұпайсандарын есептіп жылап атқан келіп. Бека, бүйтейікті, Дина Төлепберген өзін астарлы ақиқатқа салайық. Неге? Осы жерге әкеліп. Бір команда, осы жерге әкеліп. Осы жерге әкеліп, өзіміз кешіп келейік. Біз ақыры күндізгі студия деп ашып атса, күндізгі студияға ұқсатып. Менің астарсыз ақиқат деген бағдарлама шығарайық. Менің жасымды ескере келе, мына өткенде Ерке Есмахан мен Райым халықты шулатты ғой. Менің жасымды ескере келе әйел адам менен үлкен болу керек қой, енді бір шулататын болса, маған қай әнші тура келеді өзі негізі? Оның байы барлақты айта берсек бола ма?
ренжіп Мына қалмайсыз. жерде айтып өліп таяқ жеп жатырмыз ертең. Примерно, Иә. мақпал апаларымыз. Россияға кетейік. Жоқ, білдірмей айтайын да, андай расшифровка жасапшы. Садина Мадуахасова деген. Ол Садина Мадуахасова менен сәл-ақ үлкен ғой. Сайла Лултанқызы. Әпшем ғой да. Енді үлкен дегенге беріп жатырмын ғой. Бірақ мен жасым мен түрім сәйкес емес қой. Иә, сіздің жасыңыз екеуміз класстас сияқтымыз. Оның сырын айтайын ба? Көп сұрайды да менен. Иә. Жақсы сақталудың, жас болып көрінудің қандай формуласы бар, қандай бір стратегиясы бар деп мені көп сұрайды да. Бір витаминдер ішесіз ба, болмаса бір шөп дәрілер қолданасыз ба, бір жаңағыдай халықтық медицинада. Мен айтамын, мен жоқ, ешқандай витамин, ешқандай бір денсаулыққа бір пайдасы бар ешқандай нәрсені мен қолданбағам. Мен кішкене алкогольді ішімдік ішемін. Мен ішемін, бірақ витамин емес десе. Мен алкогольді ішімдік ішемін да, жалпы адамның организмі мимен санасады ғой. Иә. Менің көп күндерім есімде жоқ та. Миым ойлайды да, мысалға бір жылда 365 күн болса, мен соның бір 120-130 күні есімде болмайды да бір жылдың ішінде. Өзім алған екенсің. Менің миым ойлайды да, қазір мен ол ана көп күндер есте жоқ қой. Қазір сіз демек 26-тасыз. Мен миым сөйтіп ойлайды да, и организмде сондай информация бергеннен кейін менің организм, 26-та екенбіз ғой, 26-тамыз ба не деп түсінбей. Өткенде мынандай болды, Аполлон деген көрініп жатыр ма білмеймін. Осы Аполлон бастығы досымыз бар, бауырымыз Жаслан Жылқыбаев деген. 2 айға менімен спорға келді. 500 мың теңге, әділет егер ішпесем 500 мың теңге берем деді. 2 ай ішпеймін ғой, тура осы ойға келем ғой. 2 ай ішпеген кезде мен где-то бір 4 жылым, бір 4 ай сияқты өтіп кеткен екен да. Бір кеше туылған балалар 4-те, ана ішпеген адам без қарап, мынандай болып қалыпты ғой деп, анам бәрін ішіп жүрсе рахат қой, ішіп жүресің ғой. Екеуміз, мен 15-темін, сіз 26-та отырсыз ғой. Примерно сондай болып тұр ғой, көбісі айтады, ол алкогольді ішімдік адамға алкогольді ішімдік зиян дейді да, пайдасы да бар ғой, дұрыс қолдансаң дұрыс па? Иә. Содан шығатын тиген. Үгіттеп жүрсің. Арақты үгіттеп мақтап жүрсің. Түркістаннан келді. Келесі сұрақ, біздің бас демеушіміз Аполлон май ауыстыру орталығынан келді. Денекер Сізді әзілдің ханы дейді. Не дейді? Сонда сіздің уәзіріңіз кім, хан ием? Өзің уәзір боласың ба? Ратым бар. Ол жерден де оң қол, сол қол деген болады ғой. Оң жағыңызда отқан жоқпын ба, хан ием? Ауысып кеттіңдер орындарымен де қояйын. Оң жақта ұрғанға ыңғайлы отырсың да еді. Жап-жазым деп еді. Енді оң қол көп жұмсалатын болғаннан кейін оң қолдағыдай сақтасын. Оң қол ақылдырақ болады, сол қол көп жұмсалмағаннан кейін еріншек болады. Салқау болады да. Ауысып кеттіңдер ғой, негізі орындарын ауыстырыңдар. Мынау бұған айтып жатыр ғой енді. КВН десе қазаққа бірінші Даникер Оразбай еске түседі да. Ең алғаш диск арқылы хит болып, диск арқылы анау бір орыстармен ойнаған РУДН, РУДН против Шымкент па или против Қазақстан ба ойнаған. Енді анау көрермен кілең орыстар залда. РУДНнің орысша шала қазақтар жиналып алғанда қазақтардың көтпей жатыр. Сол кезде бір сұрақ қойылған кезде Дәкеннің бір жыртқаны бар. Анау орыстар жатып кетіп жатыр. Дәкен билеп шығып аналарға күліп жатыр ғой, поддержка береді орыстар, қонақтар деп. Біз қазақтар сондай ғой, сырттан біреу келсе поддержка беріп көріп тұрамыз ғой. Сөйтіп Дәкен тұрып, мыналар ертең кетеді, біз қаламыз деп. Бүкіл қазақша КВН-ді сол әзілмен жаман құтқарып қалды да. Енді сізге сұрақ. Топ 5 КВН-шік. Біріншісі мен, екіншісі Бека, қалған үшеуін айтсаңыз. Қазіргі, бұрынғы қазіргі. Орысшадан болса да. Маған шынымды айтсам, кім ұнайды? Үшінші орыннан бастаңызшы. Жоқ, 3 орын, 5 па, 3 ма? 3 или 5 без разницы. Астынан бастайын ба? Астынан бастаңыз, иә. Астын күтсін. Енді мықты КВН-штер көп қой қазақшада жайдарманшылардан. Енді мынау бірінші, мынау екінші, мынау үшінші демей ақ қой, маған ұнайтын, иә. Нұрболған, Жетісайдан Нұрсұлтан, Үсен, Назар аударда Ақболат. Ақболат деп мынаны жауыппын ғой, Ақболат. Ал біз үшін Даникер
Оразбай. Жөдет қуы деп. Қасым Жомарт. Жалпы енді жоқ, мықты жайдармашылар көп қой. Маған бір өзіме бір жақын соларды көрсем. Иә. Нұрсұлтан Үсеновтің андай өмірде айтатын әңгімелер қатты ұнайды маған. Әсіресе Хамит туралы айтатындар бар. Жаман зерттейді. Үш ұнамайтын КВНщик десе жек көріп онда үшеу емес, көбірек қылып айтады. Ана Нұрболқан, Нұрсұлтан, Ақболат қалған бәрі ұнамайды десе. Жоқ, өзіңіз ойнаған кезде КВН тек Шымкентте көп болды ғой сол кезде командалар. Сіз өзіңізді сол кезде аналардан мықтымын деп ойладыңыз ба, санадыңыз ба? Көрермен бәрі сізді не істеді ғой? Жоқ, былай болса, ойладыңыз ғой енді. Ойладыңыз. Соны мойындайсыз ба де? По-любому қояды. Жоқ, ол кезде енді жаңадан дамып жатқаннан кейін КВН бізге біреуге бір еліктейтіндей ана КВН, ана топ сияқты болсам деген болған жоқ. Одан кейін өрді топтарды көп болған жоқ. Аргетсіз сол 5-ақ команда. Техтан оңтүстік серілері Қазығараптан Баспармақ медакадемия басына барады, ол кетіп қалды. Мардан Сапарбаев бар еді. Біз бар ек, МКТУдан өзіміздің жігіттер. Және тағы да бір 5-ақ 6 команда. Солар айналып кетіп жарыса беретін. Ал бізден кейін бол, көрсетемесін, Техас, одан кейін көмек бірден бір 25-30 командаға бірақ бар. Сол кезде біздің сіздердің достарыңыз ғой, Бажаныз, Таразда Тамада бар, Нұркен Жанабаев. Ана әзіл ақиет енді, бір бандиттің қолын қысып амандасқан ғой. Қолын қысқана жауап бересің десе, сөз тапқан ғой енді. Кешіріңіз аға, көтім қысам деп қолын қыспайды. Сол кісі андай черный КВНді жыртады деген Дәкен айтты. Сол оқиғаны айтып бере аласыз ба, Дәке, бәріміз күлсек? Ана Әзімханның үлкен дәретке отырға. Оны көрсету керек. Оны Нұргеннен басқа ешкім көрсетемейді. Біздің бағдарламаны асау ешкім көрмейді. Мен туысқандар, Бекан туысқандар, сіз жақтан 4 адам. Болды ғой соның өзі уже Қазақстанның жартысы болды. Камераның бәрін өшірейік, біз тыңдап алайық сәкені. Әйгерға енді өзіміздің жігіттерден бастап танимыз. Өзіміздің жігіттер көз тимесін, Техас, барлығында әйтеуір сіздің ізіңіз бар. Одан кейін Нысана, ерекше шоу осылай жалғаса берді ғой. Барлығына ол жердегі сіздің сахнада ойнаған образыңыз, жалпы Нысана театрының образы, ол әрине түсінікті. Бірақ бізге ең қызығы сахнаның артындағы, ең тәттілері сахнаның артындағы болып жатқан дүниелер, қызықты оқиғалар. Сол үшін сұрап жатқанымыз, Ресейде мысалға өзіңіз білесіз, Камузякада Азамат Мұсагалиевтер сахнадан тыс историяларын айтып берсе, кәдімгідей кіріп, іші бауырына кіріп тыңдаймыз ғой. Сондай сіздерде де болды, оны білеміз. Нұрбол ағамыздың да сахнадан боқтап жіберетіні, сондай сияқты бір оқиғаңызда бөліссеңіз, бізге де, көрермендерге де қызық. Ол КВН-дегі емес, Нысана кездегін айтып берейінші. Біздің жаңа Нұрбол деп қалдың ғой. Нұрболдың бір қызық оқиғасы бар. Мынау Семейде жүрміз. Семейдің бір ауданында жүрміз. Ауданына келіп, гастрольдік сапармыз. Бір жерге сол ауданның жаңағы жергілікті тұрғындары біз күтіп жүр ғой енді. Концерт ұйымдастырушылар әдемі бір жерге алып келді. Киіз үйдің іші ма сондай. Қазақы бәрі осындай думалақ дастархан. Столдың үстінде нан, бауырсақ, сосын мынандай ыдыстарда түсі әртүрлі қоңыр, сұр, ақ, сондай бір ыдыста, кішкентай ыдыста, варенье салатын ыдыста көп сондай бір нелер тұр екен. Түріне қарасаң, бір ауылды жерде өстік қой, бір майды күйдіріп, торта май дей ма? Торта май, тұз қосып, бір майды тұштады, күйдіріп, сары майды. Сондай сияқты біреу қоңыр, қаттырақ күйдірген, енді әдейм оны. Бізге енді оңтүстікте ол нәрсе таңсық бар ғой, бірақ ана жерде көп екен де. Сонымен манты пісірген екен, асқа манты алып келді. Бәріміздің қасымызда бір кісіден отыр. Нұрболдың қасында өз сияқты бойы тәкәнелеу келген, кішкентай келген бір кісі отырып алған. Нұрболжан деп әңгімесі, Нұрболдың әңгімесі деп, енді Нұрбол қарнымыз ашып кетті. Манты келді, үлкен манты екен. Сөйтіп Жарас маған келді да, Жарас алдын ала сұрап алған екен да, оның не зат екен, не өнім екен. Содан кейін ресторан ашқан деді. Сөйтті да, Жарас маған құлағыма келді да, Дәке деді, үндеме деді, Нұрболға қарап отырыңызшы деді. Нұрбол қазір ананы жейді, бірақ анау деді да, оны мен явно білем, ол қазір торта май деп
ойлайды да ол, бірақ ананың бәрі әртүрлі әселдің түрлері ғой. Бал да. Біреу майский бал, біреу анандай лечебный ақ, біреу лечебный май, ана бет ана аппақ болады ғой ана. Айран сияқты. Тортамайса. Манты келді, ана тортамай тұздалған деп ойлады, ана бетіне әсе ерейді деп мантыға жақты қояды. Мантыға жаңа әсел, лечебный әсел жақты. Жарас екеуміз, жарас мен санымды шымшып отыр, күліп жіберме деп жатыр ғой. Ана уақытта көке қолмен жей берейінші деді, вилкамен әспеттен ақ қояйыншы деді. Норма болады, тістеп қойып еді. Тоқтап қалды ғой. Деді түрі бұзылып кетті да, жеді ана. Деді, ұялдырмайын деді. Қонақтан ұялтпасын. Деді, ананы деді, ана амал жоқ, бәрін жеді. Сөйтті да, ана қасында құшақтап отқан. Нұрболжан қарның ашып қалды, жолдан келді. Же, Нұрболжан, же деп анан әселді мантының бетін. Сонда ана жерде ду күлді қоғым, шынамайыз қоғым, ай бәк, Нұрбол мантыны әселмен жеп атыр, балмен жеп атыр десек, өзінше жаңа шығып кеткен түрі ғой, как это манты без меда тураны мантыны медпен жеп жүрген адам сол мен де түсіндім, Жарас ағамыз сол кезде уара бал деп, содан кейін қара бал пайда болған. Менде де болған сондай оқиға. Мен Москваға өмірінде бірінші рет барған кезде Black Star Burger деген бар ғой. Ақшаны экономдап жүресің ғой шетелде жүрген кезде. Өзі бір-ақ рет шыққан. Египетті көрген адам деп. Сол кезде Black Star Burgerге барам, ең қымбат бургер алам да. И анандай футболка подарок етеді екен. Ең қымбат алсаңшы, Black Star деген. Болды дедім, 600 бір рубльге алдым ана. Қолбағын киіп, әдемлеп жебем, ана бургердің ішіне варенье құяды екен да. Етпен варенье. Ананы жаман жаным ана. Қарным ашқан соң тура Нұрбол ұқсап амалсыз жедім да. Ана варенье деген ақты. Ана берген футболкаға қолымды сүртіп. Рахмет деп лақтып көрдім. Шетелде болғандарыңызды айтып жатсыздар ғой, Россияда, сіз Египетте. Мен де шетелде болғам, Қырғызстанда болғам. Болғанда қалай? Поездбен өтіп баратсаң астына қарай. Тараздан Қырғызстанға бір кеп шығасың да. Добро пожаловать в Кыргызстан дейді. Жарты сағаттан кейін добро пожаловать домой дейді. Сол кезде ғана шетелде болғам. Зато мен сендер ұқсап шекарада тұрмадым деші. Келесі тағы да келіп отырген, тікелей эфирден келіп отырген. Бағдарламаларыңызды көріп отырмын. Әділет неге дәу деп бір креслода отыр. Бека ұзын креслода жараспайды дейді. Неге ұзын диванда Дәнекер аға отыр деп қойған. Барлығына сайман еді. Сәлеммен операторлар деп. Сұрағыңызға жауап бермейміз. Жалғастыра беріңіздер. Жатып алып бер деген шығар. Жалғастырғанда бізде енді күнделік студия жобасы ойын ойнаймыз келген қонақпен. Бір түрлі ойындар ғылым докторы, өзі де бір түрлі. Ойының бар ма дайындаған? Бар ойының бар. Тұрамыз ба? Иә, ендеше ортайық. Ал, құрметті Дәнекер мырза, әділеттінім айналайын. Бір түрлі ойындар ғылымдарының докторы сіздерге жаңадан келінген, осы Қазақстанға осы қазір кіріп, бірінші маған келді, соны сіздермен ойнатайын деп тұрмын. Қаяқтан келді? Осы қазір есіктің астына алды келіп тұр, қазір таксиге ақшасын беріп жібердім. Ойнатып жіберейін сіздермен. Фасуле деп аталады, фасуле. Фасуле деп аталады. Тамақта не ол? Жоқ, фасуле емес, фасуле. Оған бізге не керек? Бізге қол керек. Қол. Қол қақтан? Қолыңыз бар. Қолдарыңыз керек. Сіздерде 3 таңдау бар. Тас, қайшы және қағаз. Фасуле. Мынау Сулифа ғой? Мен бір жерде ойнап тұрмын. Сулифа дегенді ойнаған, мынаны бір жерде ойнап тұрмын. Тура сол ғой, бірақ фасуле деп кетіп жаудар бар ғой? Сулифа. Қағазда кетіп ораған кезде фадан басталып қойды ғой мен. Сулифа. Бар ма еді ойын? Арабтардан келген ойнадың, кетіп жасты. Бұл ойын бар ма еді? Бар ғой. Онда ренжімеңіздер онда. Жаңадан басқа ойын келді міне. Міне келді. Бұл ойын қайғанан келді, артынан көрген сияқты. Америкадан келді. Міне келді. Бұл ойынның аты Close the Eyes деп аталады. Close the Eyes. Ойындардың аттары күшті екен, необычный. Не қандай ойын? Close the Eyes, дауысы ұятсыз сияқты ма? Close деген жабу, Eyes деген көздер. Көз жұмбақ ойын. Мен қазір көзімді жұмам, сіздер тұрып қаласыздар. Көзім бақ та? Көз жұмбақ. Давай, ойнайық. Мен санайын, иә? Дайындалыңыздар, мен мына жерге теріс қарап отырып санайын, сіздер тұрып қалуларыңыздар. 15 кейін санайын. Санай берсін.
Құрметті достар, күндізгі студия бізде қонақта болған Данекер Оразбай, БК Түркістан, Әділет Санатұлы. Кетіп братан кафеге. 13, 14, 15. Так, іздеймін. Әділет. Данекер аға. Әділет. Әділет. Мына жердің шығатын жері қана жердің.